Aha, келсе. Aha. Біріншіден иә, тегін жазасыз. Қатысушының санын қай жерде тұрасыз сіз? енді жұмыстар болып жүр. Там с шартын телефон байланысына бір. Астанада. Сол шартында қол қоясыз. Yok. Hiç var. Hastaya var. Bir saat. Evet. Ne oldu? Evet. Var mı telefon numarası? Sonra şartında қол қоясыз. Болды. Ешкім сапай. Тіркеу жасау керек. Ağızda yakınlık oldu. Бұл тіркеу Кім қатып сол қолы? бір шартынан тегі мысалы Олар мен түсінгенім, ендігі разработкаға бізден сатып алу деп отыр. По-моему, да? 26 болды. Получается, сіз кімсіз? біз экологиялық құжаттан біз әзірлеуші. Независимый. Ну, получается, сторонний, да. А? Басқа. Независимый от этой организации. Ну, мы же... Или при них. Не то, что не при них, мы отдельно. Мы в Астане находимся. Астана в Астане. Да, значит, сендер защищаете интересы их. Ну, через государственный орган, в первую очередь. Ну, процедура такая, просто нужно провести общественное слушание. Ну, то, что... Да? Бастықтарыңызға бастық неге келмейді осындайда келу керек қой. Алтын уақытта. Онда мен сотрудниктерім жүргізіп алып отырмын. Емес сізді сіз. Yok, bu kısımlarını bilir. Başka Экология дұрыс емес ол жақтың. Қазір баяндама оқиды, сосын айтасыздар ғой айтатын. Мына бәрі жазылып жатыр мына жерде. Бұл жерде не бар? Областной экология департамент экология отыр. Клима? Иә. Жезқазғандық отыр. ЖКХ. Дұрыс. Бәріне емес сұрақтарыңыз қазір айтылған сөздердің бәрі осы жерде жазылады. Баяндамадан. Саламатсыздар ма, құрметті қоғамдық қатысушылар. Мен өзімді таныстырайын. Еңбек саласы әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің бас маманы Ермағанбет Сәбитов, мен аты-жөнім. Бүгін қоғамдық тыңдаулар. Қазақстан Республикасының табиғат қорғау заңнамасына сәйкес БК Голд жауапкершілігі шектеулі серіктестік материалдар бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізеді. Қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасы Ұлытау облысындағы Жалтырбұлақ кен орнына барлау жоспарына ықтимал әсерлер туралы есептің жобасы 6 жылға арналған лицензиясы бар. Ақпаратшылыққа Жезқазғанский вестник газетіне Қазақстан акционерлік қоғамы ақпараттық телеарнасында хабарландыру арқылы жеткізіледі. Хабарландыру тақталарында сондай-ақ Ұлытау облысының экология және қоршаған орта басқармасының интернет ресурсында орналастырылады. Қоғамдық тыңдаулар жергілікті атқарушы органның өкілдерінің мүдделі жұртшылықтың қатысуымен өткізілді. Тыңдауларды ашық деп жариялаймын.
Сондай-ақ қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының 22 тармағына сәйкес залда аудио бейне жазба жүргізіледі. Қоғамдық тыңдаушыларды өткізу кезінде мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың ескертулері мен ұсыныстары ескеріледі. Нақты қалыптастырылмаған және ескертулер мен ұсыныстардың мәнін көрсетпейтін немесе қоғамдық тыңдаулардың мәніне анық қатысы жоқ тыңдаулардың барлық қатысушылардың жай көпшілігінің дауыс беру нәтижесі бойынша өткізіледі. Тыңдау барысында және чатта балағат сөздер айтуға, қорлауға жол берілмейді. Жобаны әзірлеуші Зеленый мост жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Жобаның тапсырыс беруші БК Голд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидасының 21 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар әкімшілік аумақтың бірліктің жергілікті атқарушы органдар немесе аудандық аумағында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін тиісті әкімшілік аумақтың бірліктің әкім аппаратының өкілінің төрағалығымен өткізеді. Қоғамдық тыңдаулардың қатысушылар арасынан қарапайым көпшілік таңдайды. Хатшы ретінде мен Зеленый мост жауапкершілігі шектеулі құжаттаманы әзірлеуші өкілінің кандидатурасы Мұхамбет Әділ Пәуединұлын ұсынамын. Бірінші рет там. Бұған енді дауыс берейік осы кісіге хатшы ретінде. Кім қолдайды? Қолдаңыз көтеруге. Барлығы қолдады. Так, қоғамдық тыңдаушылардың хатшысы ретінде Адил Мұхамбет Пәуединұлы Мұхамбетов кандидатурасы бекітілді. Енді екінші регламент бойынша материал бойынша баяндама болады қазір. Баяндама 10-15 минут, регламент. Баяндамаларды талқылау 15 минут, ескертулер мен ұсыныстарды беру 10 минут, қорытындыларды өткізу 5 минут. Регламент бойынша дауыс берейік. Қолдағандар қол көтеріңіздер. Bir ауыздан қабылданды. Сөз Мұхамбет Адил Пәуединұлына беріледі. Рахмет. Баяндаманы бастаймын. Ұлытау облысы Жалтыбұлақ кен орнындағы барлау жоспарына ықтимал әсерлер туралы есепке қоғамдық тыңдаулар баяндама. Бұл лицензиясы 26 жылғы 3 қыркүйектен нөмірі 2890 лицензиясы 6 жылға берілді. Жалпы мәліметтер тапсырыс беруші бұл БК Голд ұйымы, экологиялық құжаттаманы әзірлеуші Зеленый мост ұйымы. Оның жобаның мақсаты біріншіден лицензиялық учаскесінде геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу нәтижесінде қоршаған ортаға әсерден анықтау. Екінші, қоршаған ортаға эмиссиялық нормативтерін айқындау. Үшіншіден, қалдықтарды жинақтау лимиттерін анықтау. Және төртіншіден, табиғатты қорғау шараларын әзірлеу. Жоба туралы мәліметтер. Тапсырыс беруші бұрын қалай айтқан БК Голд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Қызметті жүзеге асыру орны Ұлытау облысында 2 ауылдық округте болады. Жобада алтын кен орындарын болуына геологиялық барлау жұмыстары көзделген. Презентациясы лицензиялық учаскесі Теректі ауданынан 42 километр орналасады. Техникалық шешімдердің сипаттамасы. Лицензиялық учаскесі ауданы 68,49 шартты километр. Жалтыбұлақ акционерлік қоғамы келісімшарттық аумағын қоспағанда лицензиялық учаскенің ауданы оның учаскесі 54,179 километр шартты километр болады. Тау кен жоспарының негізгі міндеттері. Тоттыққан және бастапқы кендерге бағалай отырып, олардың технологиялық қасиеттерін зерттеуді қоса алғанда кен көріністер бойынша іздестіру бағалау жұмыстарын жүргізу. Бұрын іздестіру жұмыстары жүргізілген немесе шектелген лицензиялық блок шегіндегі учаскелерді бағалау. Жер қойнау учаскесі блоктар аумағында 24 блокта айқындалған. М42-126 шартында. Техникалық шешімдерін сипаттамасы. Геологиялық барлау жұмыстары қолданыстағы лицензияға 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған жұмыстардың жоспарлы көлеміне сәйкес кезеңмен орындалатын болады. Есептеу бұрғылау көлемі 8000 бойын метр құрайды. Оның ішінде бұрғылауды қолданумен 4000 бойын метр болады. Және бұрғылау
метр бойында болады. Келесі слайдында атмосфера ортасының көздері геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде атмосфераның ортаның 8 көзі, бір ұйымдастырылған көз және 7 ұйымдастырылмаған көздер анықталды. 26 жылы 11 бүтін жүзден 65 тонн болады. 5 тонн болады. 27 жылға 15 жүзден 15 вот. Қазір эхо. 28 жылда 15 бүтін жүзден 66 тонн болады. 29 жылда 13 бүтін жүзден 43 тонн болады. Осы слайдында барын ластың көздері көрсетілген. Бұрын қалай айтқан 7 ұйымдастырылмаған болады, 1 ұйымдастырылмаған болады. Және атмосфераның бес қабатындағы ластаушы заттардың шоғырлану шамаларын есептеу санитарлық қорғау аймағында жүргізілді. Оның 450 метр. Осыған байланысты тұрғын аймақ 42 километр қашықтықта орналасқан тұрғын ауданда есептеу жүргізілмек. Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің сипаттамасы. Геологиялық барлау жұмыстары кезінде су тұтыну шаруашылық, тұрмыстық және өндірістік техникалық қажеттіліктері кезделген. Шаруашылық, тұрмыстық және техникалық қажеттіліктер үшін қамтамасыз ету шарттық негізде әкелінген су есебінен жүзеге асырылатын болады. Суды тұтыну геологиялық барлау жұмыстары кезінде жұмыс істейтін қызметкерлердің нақты санынан анықталды 25 адам жұмысшылар болады. Осы слайдында 5 учаскесі көрсетілген, қай жерде геология жұмыстары болады, геологиялық барлау жұмыстары болады. Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің сипаттамасы. Геология барлау жұмыстарын жүргізу кезінде су тұтыну және су бұрығы барлығы жұмыстарына 385 бүтін мыңнан 625 куб метр болады. Шаруашылық және басқа секторларында. Өндіріс және тұтыну қалдықтары. Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу нәтижесінде қалдықтардың мындай түрлері түзілетін болады. 3 түрлері болады. Малаған шүберек, бұрғылау шламы және қатты тұрмыстық қалдықтар. Өндіріс және тұтыну қалдықтары. Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыру арнайы сақтау орындарына жүзеге асырылатын болады. Қалдықтарды уақытша сақтау арнайы жабдықталған металл контейнерге жүзеге асырылады. Қалдықтар жинақталуына қарай мамандандырылған ұйымның шарты бойынша кәдеге ажыратуға берілетін болады. Қалдықтарды сақтау және уақытылы шығару ережелерінің сақталуын өндірістік бақылауды объектінің басшылығы тағайындалған жауапты персонал жүзеге асырады. Табиғатты қорғау іс шараларының жоспары. Біріншіден, жабдықтар және техникалық қауіптілік қызмет көрсету. Екіншіден, құрылыс техникасын тазарту арқылы жерді алсамдан қорғау. Үшіншіден, барлық қалдықтарды кәдеге ажыратуға аяқталу беру. Және төртіншіден, ПЭК бағдарлама нәтижелері бойынша есеп жасау. Қоршаған ортаға мүмкін болатын қайтымсыз әсерлерден бағалау. Осы жобада табиғи ортаның әртүрлі компонентіне ықтимал әсерлер қарастырылды. Олардың объектіне салу және пайдалы кезінде сипаттамалары анықталды. Жоспарланған іс-шаралар кезінде төмен және орташа маңызды әсерлер басым болатындығы анықталды. Жоғары маңыздылықтың әсері анықталған жоқ. Көтерілетін экожүйелердің қайтымсыз өзгеруіне әкелмейді. Назарыңызға рахмет. Баяндаманы аяқтадым. Қолдарыңызда бар ғой жаңағы не бойынша қараңыз. Қандай сұрақтар болады? Сұрақ беріңіздер. Қандай идеяңыз бар, ескертулеріңіз бар, бәрін айтыңыздар. Мынау енді мен өзім түсінгенім, бұрынғы осы действующий істеп жатқан не бар ғой қазір мекеме Талдыбұлақта. Соның үстіне дополнительно мынау қазір бұрғылау жұмыстары жүргізеді.
29-да 26-тан 30-ға дейін солай түсіндім мен, солай ғой? Да, бұл кішкене басқа жұмыстар болады, иә. Басқа жұмыстар. Барлау, иә, геологиялық барлау жұмыстары болады. Барлау жұмысты мына қазіргі Жалтырбұлақта істемейді. Оны басқа жерде істейді. Иә, басқа учаскесі болады, иә. 5 учаскесі жұмыстары болады. Геологиялық барлау жұмыстары болады. Енді ал біз жаңағы мына қазір істеп жатқан Жалтырбұлақ туралы претендиямыз кімге айта аламыз? Ну, бұл қазір, бұл басқа Экологияға қатысты, экологияға қатысты. Ну, иә, олар Представитель бар ма олардан? жоқ, там біз қазір басқа там баяндама. Олардан представитель жоқ, акиматтан жоқ. Нет, акиматтан, вот акиматтан, ну вот Кеңгер ауылдық. Глобальный біздің регион үшін сұрақ қой. Біздің әкіміміз болу керек осы арада. Басқа бұндай жағдайда кездеспегенде біз ол кісіні қай уақытта кездесеміз? Біз сұрай аламыз, әкімнен сұрай аламыз ертең. Біз өйстіп айтып едік өзіміздің бұйымтайымызды. Істемей жатыр деп біз әкімге айтамыз, ол біз сендерге әкім табамыз. Ну, жақсы осылай келістіреді, істейміз там. Мен мысалы там оны айтып отқан себебім жаңағы экологияға байланысты. Неше жыл болды? 10 жылдан асып кетті ма, Жалтырбұлақтың істеп жатқаны? 10 жылдан асты енді олар жаңағы тяжелая техникамен осы қазір міне күз басталып, мына слякоть сонымен жүреді, сосын көктемде тағы жүреді. Оларға да жұмыс істеу керек, өздерінің сырьесын шығару керек. Сосын олар барып та жаңағы жолдың бәрін езіп, кәдімгі колея қылып, қатар 5-6 жерден жүреді былай. Мен өзім қазір хозяйством бар. Соның мен жаңыз мен емес, подряд хозяйство бар территория. Налогын төлеп, официально отырған мәселелер 3 километрмен территориямен өтіп, бәрін кәдімгі етіп тастаған. Буксоваттай өздеріне жол салып жүру керек болады. Неге өздеріне жол салмайды да, мысалы? Біз ол туралы айтқанбыз кезде ешкім керек қылмайды. келістіреді, бізде де қазір тағы Ол енді по экология. Ол экология біз мысалы шабындығымызды, жаңағы немізді бәрін құртып отыр. Жаңағы жердің несі бәрі соны кетіп жатыр. Қандай жаңағы мысалы бізде өзі шабындық жерлер аз, сол шабындық жерлердің өзін құртып жатыр жаңағы. Енді оның доказательство бәрін, видеосъемка бәрін тауып бере аламыз керекпіз. Екінші жаңағы қоқыс. Тастайды көрінген жерге. Қазір трассадан неден вақты шығады, ана жерден күтеді, бүйтеді, тоқтайды, тастап ол жерге бір тастайды, ана жақтан жолдан келеді, жолға тастап кете береді. Даже ана грузовой машинаға салып, шамалы қоқыстарды аударып кеткен жағдайлар да болды. Әлі жатыр осы баратын жолда. Сәлеметсіздер ме? Мен естіп тұрмын ба? Қазір департамент экология бізде қазір бұл департамент экологии, там получается вопрос такой вот, ну, вы, наверное, слышали. Аха, естіп жатырмын. Сұраққа жауап бере берейін. Қазір жауап берейін. Сәлеметсіздер ме, жергілікті тұрғындар? Менің атым Зарина Сағатқызы болады. Мен экология департаментінің бас маманы боламын. Осы жобаны қарастырып жатқан бізбіз. Енді сіздер Жалтырбұлаққа қатысты сұрақтарыңыз болып тұр, жаңағындай қолдарыңызда дәлел бар деп тұрсыздар, суретке түсіріп бере аламыз, видеоға түсіріп бере аламыз деп жатсыздар. Ол жақсы. Біздің экология департаментіне өтініш бойынша видео, фото бәрін салып, заявление жазуларыңызға болады. Біздің экологиялық жаңағы бақылау отделі бар. Солар айналысады тексерістермен. Жалтырбұлақпен біз айналысамыз. Ол бірінші категория аймақ болады. Ал бұл БК Голд жобасы, бұл басқа предприятияда, бұлар получается екінші категория болады. Бұлар управление природных ресурсов акиматтан алады разрешенияларын. Бұлардың енді қазіргі таңда жұмыстары Жалтырбұлақтыкіндей сырье алу емес, бұларды жаңа барлау деп жатыр. Осы жоба бойынша мен сұрақтарымды қойып кетсем болады ма қазір? Жалтырбұлақ бойынша сұрақтарыңызды біздің департаментке қоюларыңызға болады. Жауап береміз сіздерге. Жақсы ма? Жалтырбұлақтың жаңағы негізгі мәселе қазір Жалтырбұлақтың сол қатынас жолы. Қатынас жолы, олар жол салу керек, ол дұрыс айтасыз. Ол жобасында болу керек. Ол қазір енді айтып отырмын ғой, жаңағы видео доказательство жасауға болады. Қаншама жерді жүріп тастағандарын. Қатар 5-6 қатар жүреді, сосын адасады, жаңағы қырдың үстімен жүреді, бәрін қазып тастайды. Бұл қазір мал шаруашылығымен айналысып отырмыз. Біз мотокөлікпен жүреміз, мотоциклмен. Сондайда құлап жатқан жағдайлар да бар.
Мгм. сол жаңағы қазып тастаған нелерінің кесірінен оны біз кезінде айтқанбыз. сол мен ана бір сол кезде бір осыдан 3-4 жыл бұрын соларды көргізіп кететін бір экологический предприятие болған, соларға да жолығып айтқанмын. Олар Мгм. шын айтты ол, біз от них кормимся деп, от нас ничего не зависит деп. Біз сол Мгм. жаңағы экологический не болғанмен, организация болғанмен жалтырлап бізді финансировать етіп Мгм. жеме шешпейміз деп сөйтіп бетімізге айтты. Енді атым аталады. Жалтырбалыққа қатысты сондай сұрақтар. бірдеме тұлға. Жаңағы сонда адам келетін бір организация тұғын. Жаңағы Мгм. экология нені қарастырып жүрген солар. Сосын су мәселесі. Мгм. Мына бурение басталады. Ол жаңағы біздің жаңағы мына өзіміздің су енді орталық Қазақстанда мынау Ұлытау аймағында қанша екенін білесіздер. Бұл туралы президент айтты ғой, когда 2040 жылға дейін ба су тапшылығы жүзеге келеді деп. Соны қазір қарастырып ойлап отқан ешкім жоқ. Қазіргі мына бұлақтар шамалы оның өзінің бәрін су алып жаңағы нетіп жатыр. Ә, малдан бөлек жаңағы адамға да су жетпейтін жағдайға келейін деп отырмыз. мына енді бұрылайтын болса жаңағы айтып отырған бұлақтардың бәрі тартылды. Бұдан басқа жаңағы мынау жалтырбұлақ, енді мына жаңағы быкаклық деп отырсыздар ғой. Бұдан басқа бізде мына жерде не бар? Мұнай насосный станциясы бар. Олар осы арада біздің теректің үстінен 2-3 насос қойып, біздің өзі лекерлеп отқан ауыз суымызды олар былайша айтқанда технический суға пайдаланып отыр. Олар да жаңағы ешқандай нетпейді. Ол да экологиялық үлкен мәселе, түбінде қатер әкелетін мәселе осы аймаққа деп ойлаймын мен өзім. Су тапшылығы. Оны қазір ешкім есепке алып жатқан ешкім жоқ, ешкім онымен есептеспейді. Судың мәселесі туралы. Біздің өзі мына ауылдың ішіндегі құдықтарымыз неден тартылып қазір бұрынғыдан өте нашар болып кетті су. Бұл жаңағы қырқада қырқа дейміз ғой, қырқа жақтан келеді бізге судың бәрі, ауыз судың бәрі. Сондықтан ол да бір өте бір біздің жергілікті халықты ашындырып жатқан мәселе. Ең болмаса бізге Экологияға әсер етпейді дейді мысалы. осы мекемелер біздің мына ауылдың тіршілігіне, ауылдың ешқандай бір көмек те жасамайды. Жарайды, ол біз үкіметке қарсы келе алмаймыз ғой, үкімет шешіп қойса біз істей алмаймыз. Бірақ біздің жанымыздың жаңа шырылдап отқанымыз кейінгі ұрпақтарға не қалады бізден кейін? Сол бізді ғой жарайды, біз енді бірдеңе қалған өмірді мысалы бізден кейінгілерге не қалады сонда? Сол мәселені қарастыру керек әлденен. Экологиялық жаңағы мекемелер осы баса назар аудару керек деп ойлаймын осы мәселелерге. Құр бұл жаңағы диагностика емес. Қазір мен түсініп отырмын, қазір мына жаңадан келіп жатқан бкглқа халықпен кездестік, бәрі келістік деген жағдай болмай, халықтың мұң мұқтажын ойластыру керек. Жалпы халықтың емес, басы еліміздің. Менің айтайын дегенім сол. Экология мәселесі басты болу керек. Біздің жергілікті жерге олардың алып жатқан өнімінен, олардың көріп жатқан пайдасынан ешқандай не жоқ. Бірақ енді елімізді, жерімізді болашағын ойлану керек сияқты. Менің айтайын дегенім осы. Ал басқа Егер басқа есебі туралы басқа сұрақтар немене болады? Менде сұрақтар бар. Иә, мысалы, жаңа айтып жатырмық мына суымызға болсын, жерімізге болсын, біздің жерімізді мысалы пайдаланып отыр жалпы бұлақтың адамдары. Келіп жатыр, трассамызға шығарып. Сол қыстың кезінде біз сол кісілерге осы ауылдың ішіне жолды аштырта алмаймыз. Қарымызды күреп беріңіздер, хотя бы деп. Әйтпесе экологический ақшаларын төлесін ол кісілер әр халыққа. Бөлсін ақшаларын. Экология жоқ дейді. Неге жоқ экология? Бүкіл суымызды, жерімізді бәрін пайдаланып жатыр. Біз арқылы өтеді олар теректі арқылы. Экология таралып жатыр ғой олардың алып кетіп жатқан заттары. Көзімізбен көрсек, қанша 10 күн деп біздің үйде де жатты мысалы. Қанша олардан бір жақсы көмек сұраса, ол кісілер вообще бізге көмек бермейді ауыл адамдарына. Не жолымызды ашып бермейді біздің күні. Жалтырбұлақ, Иә, Жалтырбұлақ. Бастықтардың өзі ана жақтан қашып кетеді. Жаңа мен сұрап отырғаным сол Жалтырбұлақтың адамдары бастықтары қайда? Неге келмейді біздің ішімізге? Саламатсыздар ма? Кешірім өтінемін, керек тұрғындары есімім Рамазан болады, Жалтырбұлақтың қызметкерімін. Мына сұрақ бойынша денсаулығыма байланысты бүгін қатыса алмадым, сол себепті онлайн қатысып отырмын.
Көмек бойынша бізде қыстың кезінде теректен жол әрдайым көмек көрсетеміз. Теректің әкімі жаңағы сіздердің мектептеріңіздің зам директоры Ғанит жиі шығады. Қыстың кезінде жолдарыңызды теректіден школаға дейін балаларға жол ашып беріп отырмыз. Оны енді ол мәселені жоққа шығара алмайсыздар. Жоқ, ол регулярный емес ол. Сіздің атыңыз қандай? А. Атыңыз кім? Мен бе? Ерлан Шам. Ертіс Шамбай. Аха. Ол жаңағы бір рет келген кезде біздің айтайын деп отырғанымыз, біз ол на постоянной основе алу керек. Ол келгенде анда-санда жаңағы бір ашып берген ол несі емес қой. Сіздер ашып Демек, кеткен көмектесу. боран соғады да қайтып жауып тастайды. Біз жаңағы теректің ішіндегі жолды ашу бойынша бізге қалай жаңағы теректің әкімі немесе мектептің зам директоры Ғани қалай звондайды, біз әрдайым көмек көрсетеміз. Сұраныс айтады, сол кезде біз жаңағы погрузчик теректің жолында бойында болған кезде фураны күткенге дейін бір ашып беріп отыр. Рамазан біз куәміз оған. ол жарысында ашып жаңа мектепке дейін. Жас балалар кетеді. Тұрмыс жерді ашмайды ғой тұрмыс жерлерді. Біз бұны куә отырмыз ғой. Куә болып отырмыз. Шынайды, мысалға керек қой, жол керек бізге. Мына мектепке дейін ашитын шығар жерден. Мектепке дейін ғана ашиды. Бітті, сосын қалған халықтың Басқа машинаға шыға алмайды ғой мектеппен неге қалай. жете алмаймыз. Скорый Жоқ, біз егер сұраныс бойынша егер бәрін ашып беріп, қай көшелерді айтады, мына көшелерді ашып беріңіздер деген кезде сол көшелерді ашып беріп отыр. Сіздердің погрузчиктеріңіз, біз талай айттық, бізге рұқсат бермеді, абай сол жақтан қайтыңдар деп, анау қырдың басында тұрып, ары қарай кетіп қалған талай күндерің болды. Шырқап біз қалдық сол кезде. Олар бізді көріп отыр, бізді аңдып отыр деп. Аңдып отыр, бізді көріп отыр деп. Қалай келді ғой? Біз погрузчиктеріңді жүргізе алмадық сендердің. Кешіріңіз, сіздің есіміңіз кім? Айтпаймыз. Tamam. Ол жаңағы міндеттеу керек қой сол. Ашып есін айтып тұрып, біз айтпаймыз. Айтпесе төлесін бізге экологический. Өтірік айтасыңдар экология жоқ деп. Бар экологиялар. Енді жаңағы Сырттан қашып кетесіңдер. жоқ, жаңағы мына Жалтабұлақтың представителі осы қыс уақытында мойнына алсын, жаңағы келгенде бір соляркам жоқ, анау мынау деп сылтау айтады. Енді ашқан кезде ашиды енді. Какой-то митинг болсын, оны жақтырмай жоққа шығармаймыз. Бірақ өзі теректің аймағы үлкен ғой, мына жағында бөлек-бөлек, ар жақта мына 45 жағындағы олар шамалы үй болса да бәрі сондай сол кісілердің үйлері ғой, мына айтып отқан уәждері. Енді 100% теректің ашып бергенге мен келіспеймін, ондай болмайды. Негізі осында бір үйді де ашиды, мектептің алдын ашиды, жаңағы жолдарыңызды қалай көрінбей жүрмей жүре бермей, бірақ жермен жүретіндей жағдай жасау керек қой. Жол жүру мәселесін оны ескереміз. Айтып келатыр, не шығып кетір. Кеткен күндерің болған. Айналып анау сетканың ішімен Бір жақсы көрген жоқпыз. Өтірікке шығарыңдаршы соны. Бір жетілеп 10 күндеп келіп жат, ыстық тамағын ішіп артынан ешбір сөз айтып кеткесінде Жалтабұлаққа. Ол мәселенің мына общественное слушание қатысы жоқ деп ойлаймын. Қатысы бар, соны естісін сен келсең айтар деген. Жарайды. Баяндама бойынша сұрақтарыңыз бар ма, жоқ па? Там Экологиялық жоба жайлы сұрақтарымды қойып жіберсем бола ма? я жасаймын. Сұрақ қойыңыз, иә. Иә, әділ ғой, иә? Адил, иә. Аха, әділ, қараңыз. Получается, біз сіздерді бұл авозға жіберген себебіміз жаңа Нұра-Сарысуский бассейновая инспекция замечание жазды, иә, көрдіңіздер. Талсай өзеніне су қорғау аймақтары белгіленген бе, соны қазіргі таңда не жасадыңыздар? Біз тағы рет Нұра-Сарысу, бассейн инспекция хат жібердік, олар учаскенің бойынша оларды айтты, біз жауап бізде бар. Там получается, что мы просто заново направили. Там они ответили нам, я приложу к отчету. Аха. Жауабы сәйкес келе ма? Сәйкес келеді. Жақсы, хорошо. Орман шаруашылығы мен жануарлар дүниесі аумақтың инспекциясын сұрағы бойынша қандай шаралар жоспарланған?
Там, получается, по краснокнижным видам там было вопрос. Ну, там, получается, то, Мгм. что нужно было нести в мероприятие, мы это, ну, мы учили уже в ОСи. Мы учли, да? Да, Мгм. ну, получается. Енді қараңыздар, получается, сіздерде 26 жылы 11 тонна, там с копейками, иә? Ага. 27 жылы 15 тонна, 28 жылы 15 тонна, сосын 29-ға дейін алып жатсыздар, иә, 13 тонна. Осы 4 жылға сіздерде жұмыс жасайтын уақыттарыңыз қандай болады? Қай уақытта жұмыс жасайсыздар? Жазғы уақыт, сезон, Я жасау уақытына болады, там жұмыс күндер разведка. 55, я 60 күн жылына болады. 55-60 күн бұл жазғы уақыт па, немесе Иә. күзгі уақыт па? Ну, Қай уақыт? жылы уақытына болады осы жұмыстар, иә. Ай бойынша бөлген жоқсыздар ма не? Э, Айлап? Ну, жаз айында да болады, Жазда, иә? Мгм, Жаз иә. айында болғандықтан білесіздер, сіздерде шаңдануды азайту үшін іс-шаралар ұсынуыңыз керек. 15 тонна деген аз емес. Іс-шаралар бар ма? Я Подавление. ну, вот, при подавлении, да, ну, мероприятия будут учтены. А расширение, оның эффективность қандай? Қаншаға азайтасыздар? Ну, там по пылеподавлению, там где-то, ну, на процентов 90 должно меньше быть. На 90%? Ну, на 80-90%, да, будет уже, ну, меньше получается по пылеподавлению. Азайтасыздар, иә? Осы сандарды, Иә. 15-13 деген сандарды Иә. азайтасыздар. Мгм. Это мероприятие уже будет включено. Ага, жақсы, хорошо. Так. Сосын, так, отходы. Мгм. Отходы у вас накапливаются и забираются. Ну, получается, у нас все на передачу Алтайсың. уровня организации. Да. Накопление, иә, сіздерде? Ага. Я. Жақсы. Сосын жаңағы Алтай. септик бар депсіздер. Выгребная яма, да? Бетонированная выгребная яма. Мгм. Бұл жақта сіздер жазыпсыздар то, что ассенизаторская машина будет забирать на ближайшее очистное сооружение. Там Ближайшее очистное сооружение где? ну, в Жезказгане, получается, ну, у нас еще договор будет на ну, на... Вы с Теректы будете даже с Казгана вести? Ну, тут ближе просто уже как бы делать слив, допустим, только там. В Жезказгане у нас очистные сооружения. Вы имеете в виду ПТВС? Нет, там получается то, что еще биотуалет будет еще. Мгм. И получается и те, которые, допустим, отходы, которые, ну, будут вот уже буровой шлам, они уже, получается, ну, будут передаваться сторонней организации. Нет возможности выбрать другой населенный пункт. В Жезказгане очистные сооружения в плохом состоянии. Хорошо, мы тогда заказчиком этот вопрос, ну, возьмем, примем. Теректігі қай жер жақындағы, соны қарастырып көріңіздерші, өйткені Жезқазғанға келетін болсаңыздар, бізде ПТВС-та очистные сооружения сейчас отсутствует. Пока на проекте они тоже лежат. Сосын Казгидрометтің жаңағы мониторинг жүргізілмейді деп жатсыздар. Фоновый мониторинг не производится в Казгидромете, правильно, по Теректі? Да, потерек-то нету, да. А у вас есть возможность самим производить? Или у Желтырбулака нет возможности? Вроде они фоновый мониторинг должны производить. Фон показать. Просто когда по фону запрашивали справки, там, ну, не было, получается. Ну, самих, может, у них, допустим, у Желтобулака, ну, самых предприятий, может, есть какие-то там, ну, Они с вами не поделятся? ну, мы, честно говоря, вот как бы вот на этапе отчета, то, что еще, ну, досматриваю еще пока. Ну, время работы. Экология представительный сұрақ қоюға бола ма? Мен тағы да айтайын дегенім, осы кісілер жұмыс істеп кеткеннен кейін соларды неге қадағаламайсыздар сіздер? Осыдан 4-5 жыл бұрын мына қырдың үстінде ойыншықтың етегінде Азимут деген фирма тұр да, изыскательный тоже, бурение жасады. Солардың қазір орны әлі жатыр, жаңағы выгребной ямасы, жаңағы отходтары бәрі, ана шлактары жаққандағы әлі күнге дейін жатыр. Білесіз ба? Қай жылдар жұмыс істегенін білесіз ба, ол Азимуттың? Азимуттың 4-5 жыл болды істеп кеткеніне. Бірақ фирма Азимут, мен точно білемін. Олар тұрған сол жерде где-то 3 ай 4 ай тұрды. А қазір орны сол қалпында жатыр. Өздерінен кейін ешқандай жаңағыдай әрекет жасаған жоқ олар жинастыру туралы. Ертең бұл кісілердің бұндай істемесіне кім кінәлі? Кім қадағалайды? Біз қадағалаймыз. Қараңыз, получается,
Неге Жоқ, қадағаламайсыздар? 4-5 жыл бұрын деп жатсыз. 4-5 жыл бұрын Е. біздің департамент жұмыс жасаған жоқ. Қарағанды департаменті жұмыс жасау керектігін ол кезде. Қазір Қазіргі таңда бұл кісілердің жобасында рекультивация у вас же проложена, Адиль? Да? Да, по Рекультивация, участке разведки, да. На участке разведки. Вот рекультивация у них жобасында заложена. Если они не сделают, это будет штраф. Оны бұл кісілер білет, заранее проектте бар. Ал азимутта неге жоқ екенін, оны уже Қарағанды департаментінен сұрау керек. 4-5 жыл болатын болса. Қазіргі таңда енді бұлар қаяқтан табамыз? Временник емессіздер ме сіздер қазір отырған? Қазір міне соңғы 3 жыл, 23 жылдан бастап біз қазір жаңадан келіп жатқан проекттердің бәрін қадағалап отырмыз. Ол жағынан енді сұрақтар бізге болады. Егер де 2-3 жыл бұрын бастап, қазіргі таңда тастап кетсе, ол жерде ол бізге болады сұрақ. Біз оны тексеріп, сіздердің запростарыңыз бойынша тексеріп, шешімін табамыз. Жаңа сіздер айтып жатқан бүкіл басқа предприятияларға жалоптарыңыз болса, бізге департаментке телефонмен хабарласып, немесе e-өтініш деген программа білесіздер ғой, сол e-өтініш бойынша запрос тастауларыңызға болады. Сіздерге міндетті түрде ответ береміз, жауап береміз. Жақсы ма? Сіздің бұл жауабыңызбен экологиялық мәселе шешілді деп мен ойламаймын, өйткені бәріміздің илеп отырған бір тердің пұшпағы ғой. Қарағанды, Жезқазған деп білетіндей. Сол кезде Жезқазғанның басында болды ғой экология. Жезқазған басында болды. Я бұл сұрақты қазір сіздер бізге қоятын болсаңыздар, біз Қарағандыдан жауапты алдыртамыз. Жаңағындай. Сенімсіздік туып отыр қазір мысалы. Ертең тағы да бір аргумент шығар, бұл кісілер кеткеннен кейін. Біз болған жоқпыз, болмаса мен сіз айтасыз, мен болған жоқпын, онда мен қазір жоқпын ол жерде дейсіз. Сол сияқты ғой әңгіме. Жоқ, біз қазір бармыз ғой. Біз қазір бармыз, Ұлытау облысының бойынша аймақтардың барлық предприятияларға біз қазір көз салып отырмыз. Халық бізге жаңағындай жасаса, сұрақ қойса, біз жауабын беріп отырмыз. Предприятияда бір нәрсе болып жатыр ма? Біз барып тексереміз, біздің екінші отдел барып тексереді, штраф салады. Ол уже департаменттің жұмысына сіздер уже бізге тікелей хабарлассаңыздар, біз уже жауаптарын береміз. Қазіргі таңда бұл БК Голдтың несі болғаннан, жобасы болғаннан кейін сұрақтар осы жоба бойынша қойылу керек. Бар ма сұрақ? Зарина, сіздерде сұрақтар бар ма? Да, у меня вопросы будут. Касаемо вашего донесения. У вас новое предприятие, правильно, Адиль? Да, это получается новое предприятие, да. Вы же знаете, что вы заходите на КЭР в управление природных ресурсов, да? У нас получается мы по второй категории сейчас у нас на разведку. Новое предприятие с 25 года все должны получать КЭР, а не разрешение. КЭР вы получаете в управлении природных ресурсов. Проекты должны нормироваться по КЭРу, по кодексу, хорошо? Нет, для второй категории же получается же. Вторая категория тоже КЭР. Сейчас уже мы не выдаем разрешение новым предприятиям, только КЭР. Управление тоже. Там просто Уже раньше дальше было, что... по этому вопросу будут. Давайте мы после общественных слушаний поговорим насчет КЭРа. Хорошо? Там хорошо. было, что там по первой категории только было до этого. Ладно, хорошо, давай. Хорошо, ага. Все, вопросов нет. Сұрақ жоқ. Сіздерде бар ма? Пайдасы тиетін нәрсесі. Дұрыс енді, сіздердікі де дұрыс енді. Тұрғаннан кейін осы Теректің ауылының тұрғындары экология проблемасын айтып жатсыздар. Дұрыс, жаңағы келу керек еді. Жалпы жақтың осы жерге адам келіп, сіздердің бәріңізді етіп, енді айтып отыр ғой, жаңа экология департаментінен өтініштеріңіз болса, қазір мынау интернет бар ғой, сол арқылы өтініш арқылы жіберсеңіздер, оған обязательно жауап беріледі. Яғни экология департаменті жіберсеңіздер, қандай сұрақ болса да, өзі айтып отыр ғой, бүгінгі мынау барлау жұмысы бойынша жаңа баяндама жасалды, сұрақтарыңызды қойсаңыздар, енді қорытындылап дауыс берейік енді. Кім қолдайды осы баяндама жұмыс жасалсын дегендер, кім қарсы дауыс берейік. Бұл кісілердің экологиясы бар ғой енді. Экология бойынша жаңа баяндамада көрсетілді ғой, жаңа іші департаменттің берген сұрақтарды жауап берді. Сосын сіздерде қазір енді қолдайтын болсаңыздар қолдаңыздар, қарсы болсаңыз қарсы деп
Біз Дауыс беріңіз. қолдамасақ сіздер өз Ол енді мына жерге жазылады, оны шешіледі, шешілмейді, оны мен білмеймін. Айтыңыздар, қазір нетесіздер ғой, дауыс бересіздер. Кім қолдайды қол көтеріңіздер. Бәрі қарсы. Енді мынау елім үшін істеп жатқан шығар бұлар да енді. Жоқ енді қарсы барсың, қарсы ма? Қарсы болсаңыз қарсы қол көтеріңіз. Мүмкін қолдау жүрсу керек не. Қолдаймыз ғой несі. Ол жаңағы жұмыстарына сәттілік, бірақ Иә, онда бір ауыздан қолданды, бірақ енді ескертулерді жол мәселесі деп жатыр ғой. Су мәселесі ең өтіп тұрған мәселесі шынында да. Ол жеті қазғаннан кейін су ертең бұлақтағы су алады. Жол өзі айтып жатыр ғой, жүрген кезде кедергі кетеді, шаруа қожалықтар бар бізде. Солардың бәріне кедергі келтіріп жатқан мәселе осыларды ескеріңіздер. Біз ана Жалдабұлақ көгалдандыру мәселесін ауылдың бір бастаймыз деп еді, ол да қалды. Сондай хотя бы сондай мәселелерді шешу керек. Иә. Ал онда жиналысты аяқтайық онда. Рахмет тапсырғандар. Еңбектерің жемісті болсын, бірақ бізді шырылдатпай. Түсінікті. Біз енді әйтеуір көзіміз ашып көкірегіміз ояу ғой қазір. Ұнамаған жерлерге жаңағы видео не отчет жасап жалып жасаймыз, оған ренжімейсіңдер. Өйткені ол енді айналып келгенде менің де жерім емес, мынаның да жерім емес, ол қазақтың жері. Сондықтан сол қазақтың жерінің абыройлы болғаны дұрыс деп ойлаймын. Сол үшін бір сондай бір нелікпен етпей жұмыстарыңды жауапкершілікпен емес, кәдімгідей жанашырлықпен істесе халық қарсы емес. Жақсы. Жақсы. Біздер істеп қала береміз. Записывай закрытие.